Тіпті мұсылман еместердің жағдайын қараңыз. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху үйінде түн ортасында Құран аяттарын оқыр еді. Сондай ұзақ оқитын еді. Құран аяттарын сонда пайғамбарымызға дұшпандық қылып жүрген, пайғамбарымызға тәкаппарлық көрсетіп жүрген, пайғамбарды құртсам деп жүрген Абу Суфиян деген дұшпаны болды. Кейін ислам дінін қабылдады. Абу Жахил деген дұшпаны болды. Бұлар арабтардың көсемдері еді. Бұлардың қолында билігі бар, бұлардың қолында байлығы бар, беделі ұрып тұрған адамдар еді. Күндіз пайғамбармен ерегісіп, сен не үйретіп жатсың адамдарға? Елді ата-бабасының дінінен қашырып жатсың ба? Бір құдайға сиын деп айтасың. Сонда не басқа құдайдың басқа сиынатын ата-бабамыз сиынған нәрсені тастап қойып па, сен бір құдай үйресің деп жүрген адамдар еді. Бірақ сөйткен адамдар, сол кәфірлер түннің ортасында пайғамбардың үйіне өзінің жылы төсегін тастап, әйелінің қасынан кетіп, бала-шағасының қасынан кетіп, пайғамбардың үйінің қабырғасына барып, бір құлағын төсеп, азанға дейін Құран тыңдайды екен. Біз мұсылман ретінде азанға дейін Құран оқып көрдік па екен? Азанға дейін Құран тыңдайды екен. Күн жарық бере бастаған кезде ел көріп қоймасын деп тез үйге қашуға тырысады екен. Сөйтіп бір күні тыңдап жүрген кезде Абу Суфиян Абу Жахилді, Абу Жахил Абу Суфиянды көріп қояды. Не қылып жүрсің дейді тұрады. Сен не қылып жүрсің дейді. Ел көрмес мұнан дейді. Егер көріп қойса елдің бәрі ислам дініне кіріп кетеді дейді. Жарайды деп серттесіп ертең келмейміз, болды деп кетеді. Ойлайды, анау ұста келмейтін шығар, мынау ұста келмейтін шығар деп, ертесіне екеуі қайтадан азанда кездесіп қалады. Жүрегінде иман жоқ адамдар Құран солай тыңдап жатқан кезде иманмен біз қалай тыңдауымыз керек? Біз жаңа білеміз, Омар разиаллаху анхудың ислам дініне кіргенін пайғамбарымыз дінді үйрете бастады. Өзі ақиқаттың жолы әрқашан қиын ғой. Қиын болатын себебі Құранда аят бар. Шайтан айтады. Нас сүресінде Аллах айтады: "Қул аузу бираббин нас", сыйынамын де адамдардың Раббысына, Маликин нас, сыйынамын де адамдардың иесіне, Илахин нас, сыйынамын де адамдардың Тәңірі Аллахқа. Неден? Мин шаррил васвасил ханнас. Сондай азғырушы, васвас қылушы шегіне отырып, шайтанның азғыруынан, ол жыннан болсын, содан сыйынам деп айта Аллахқа, пана сұра. 3 рет Құдайға сыйынып кеп, біз нәрседен бір нәрсе сыйындық. Не нәрседен? Васвастан. Ол қандай васвас? Аллади ювасвису фи судурин нас. Ол адамның жүрегінің түбінде тұрып сыбырлайды дейді ол шайтан. Көп адамдар ұмытып қалды. Адамдар не үшін шындықты жек көреді? Неге ол адам көшеден кіндігі ашылып, жамбасының жартысы көрініп қалған қызы көрген кезде жүрегі ауырмады да, орамал таққан қызы көрген кезде оның жүрегі неге ауырып кетті? Оның дәлелі ме? Жоқ. Аллади ювасвису фи судурин нас. Жүрегінің түбіндегі шайтан оған сыбырлап отты. Оның өзі дінге кіріп кетпесін деп, ананы діннен шығарайық, ең болса зәбір көрсетейік оған деп. Аллахтың сүйікті құлына. Міне сол үшін, сондай бір зәбірге ұшырап кетпеу үшін, мұсылман туралы, өзің туралы, Аллахтың діні туралы жаман ойға түсіп кетпеу үшін, Аллах Тағала бізге 3 мәрте өзіне сыйынуға бұйырғанда: "Ей адамдардың Раббысы Аллах, саған сыйынамын. Ей адамдардың иесі Аллах, саған сыйынамын. Ей адамдардың Тәңірі Аллах, саған сыйынамын. Шайтан менің жүрегіме келіп, сенің дінің туралы, сенің пайғамбарың туралы, сенің сүйікті құлдарың туралы жаман ой салып қоймасыншы" деп сыйынуға бұйырғанда. Бірақ дінді білмеген адам дымды білмейді деген ғой қазір. Дәл айтқан. Сондан осы салдардан олар өздерінің неге Құдайға қашып кеткендерін білмей жатыр да, ертең Құдайдың алдында жағдай не болады? Не деп жауап береміз Құдайдың алдында? Яума яфирул мар'у мин ахи. Ол күні кісіден Құдайдың алдына барған кезде туған бауыры қашып кетеді. Туған бауырынан қашады. Ва уммихи ва аби. Әкесі мен шешесінен қашады. Ва сахибатихи ва бани. Сүйдім деген әйелінен, қасында жүрген бала-шағасынан қашады. Ешкім көмектесіп болмайды. Фамалаху мин қуввати ва ла насир. Оның өзін-өзі құтқаратын қуаты болмайды. Уәлә насир, сырттан келетін көмекшісі болмайды. Құдайдың алдында жеке тұрады. Сонда Құдай айтады ғой: "Мен бұйырдым ғой адамдарға намаз оқуды. Мен бұйырдым ғой адамдарға орамал тағуды. Неге сен мен бұйрығым арасында келіктің?" деген сұрақ қояды да. Міне сол осы Құран аяттар түсті. Адам баласын бір дүниеден бездіру үшін емес,
дүниеде және ақыретте бақытты қылу үшін түскен болатын аяттар. Бұған әрбір адам, тіпті Аллах Тағала Құранда мұсылманшылыққа келмеген адамға Құран жайында ойлансын деп жатқан кезде, мұсылманға оны көбірек ойлану керек. Мен мұсылманмын, ата-бабам мұсылман, мен қазақтың баласымын, мен кешегі ата-бабам өткен, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа деп. Менің кеше ата-бабам өткен, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз біреу қаза қалмасқа деп. Мен солардың ұрпағымын ғой деп айтуға шамасы жетпей жатыр да. Аллах Тағала Құранда мына аят келтіреді. Яһудилерге, еврейлерге байланысты. Я бани Исраил, адкуру ниъмати аллати ан'амту алейкум. Ey Bani İsrail, ey İsrail'дің ұрпақтары, İsrail деген Яқуб пайғамбардың және бір ат етті. Ey Яқуб пайғамбардың ұрпақтары, ей Яқуб пайғамбардың ұрпақтары, Аллахтың сендерге берген нығметтерін еске алсаңдаршы. Аллах сендерден пайғамбар шығарған жоқ па? Аллах сендерге кітап берген жоқ па? Аллах сендерге ізгін дін жаңа адамдарын жіберген жоқ па дейді. Осы аят неден басталып тұр? Ей Яқуб пайғамбардың ұрпақтары деп тұр да. Ғалымдар айтады, тәфсір ғалымдары, Аллах Тағала олардың атасын еске алды дейді. Естеріне салды, өйткені оның аталары өте діндар адам болған еді дейді. Пайғамбар болған еді дейді. Сенің де атаң кеше бір Алла деп өтті ғой. Алла деген ар емес деген сөз айтқанда, хақтың жолы тар емес. Сен мұсылман болған үшін қуану керексің. Сен мұсылман болмаған үшін намыстануың керексің да. Мұсылман болған үшін емес, өйткені атауың айтты. Алла деген ар емес. Міне нағыз мұсылмандық, нағыз кеуденің көтеріңкі жүретіні сен мұсылмандығымен ғана болады депті. Ал мұсылманшылықтан кетуді біз өзімізше адамгершілік есептей бастадық. Заманның соншалықты бұрылғаны, өйткені ақыр заман жақындаған сайын күдік пен күнә жайлай бастайды екен. Сол күдікті жеңу үшін бізге иман керек екен. Сол күмәнді жеңу үшін бізге білім керек екен. Осы екі нәрсемен қауланбаған адам мына заманда күдік пен күмәннің тұтқынына айналып кете береді екен. Мұны Аллах Тағала осы Құран аятын келтірді. Құран аяттары пайғамбар Мұхаммед Мұстафа кезінде түсіп жатты. Сонымен адамдар өзгерді. Құранның ішінде біздің бүкіл хақтарымыз айтылды. Тіпті Аллах Тағала Құран аятының ішінде وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Қайсы бір ана өзінің баласын толық емізгісі келетін болса, 2 жыл емізсін деді. Дүниеге шыр етіп келген баланың оның хақысын ойлаған Аллах Тағала, дүниеден зыр ететін бүкіл қарияның да хақысын ойлаған Аллах Тағала Құранда бүкіл нәрселерді бізге айтып қойған екен. Оның ішінде біздің бақытымыз тұр. Біз оны білмейінше ізге жете алмаймыз. Сол үшін бұл біздің Құран еліміз. Абдулла ибн Аббастың шәкірттерінен болған Мужахид деген кісі болған. Тәфсір ілімінде өте күшті болған. Суфиян ас-Саури деген кісі айтады. «Иза жаъака мин мужахид хасбук» дейді. Саған мужахидтен тәфсір жетсе, болды, басқа тәфсірден қарамай қойсаң да болады, жетеді дейді. Сол мужахид айтады. Егер бір адамдар отырып Құран тыңдаса дейді, екі нәрсенің біреусі болады, үшіншісі жоқ дейді, болды. Екеудің біреусі, үшіншісі жоқ дейді. Не Құранның аятын естіген адам ауруына, не иманына, не жанына шипа табады біріншісі, жаңа осы біріншінің ішінде, және Аллахтың мейіріміне бөленіп кетеді дейді. Құран тыңдаған адам Құдайдың мейіріміне бөленбей кетпейді ол жерден дейді. Bir ayet болса да. Бірақ аят естідіңіз ба? Алхамдулиллахи раббил аламин. Барша мақтау осы біз көріп тұрған, көрмей тұрған бүкіл әлемді жаратқан әлемде Раббысы Аллахқа болсын деген аятты естідің ба, аудармасын? Тыңдадың ба? Сен міндетті түрде мейірімге, Құдайдың мейіріміне жақындайсың. Міндетті түрде Аллах Тағала саған ауруыңа басқа шипа береді. Міндетті түрде ізгілікке бөлейді дейді, біріншісі. Не болмаса зиян шегеді дейді. Зиян, міндетті түрде зиян шегіп кетеді. Жай кетіп қалмайды дейді. Міндетті түрде қасірет шегіп кетеді дейді. Аллахтан азап алып кетеді дейді. Өйткені Аллах Құранда айтты дейді, дәлел келтірді осы сөзіне ол кісі. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Біз бұл Құраннан өзімізге иман келтірген құлдарымызға шифа береміз тәніне, жаніне, иманына, және мейірімізді жаудырамыз. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ал
залымдарға ол қасіретіне арттыра түсіреді деген аят бар екен да. Құран тыңдаған жерде екеудің біреусі ғана не ізгілікке бөленіп кеттің, иманмен тыңдап Құдайдың сөзін, не болса қасіретке ұшырап кеткен болып қалады екен. Аллах Тағала біздерді Құдайдың мейірімі менен ізгілігіне, шипасына қауышқан адамдардың қатарына қоссын. Міне сол Омар біздің айтайын дегеніміз пайғамбардың дінін таратты. Ақиқаттың жолы қиын деді. Сол үшін Құранда әрқашан ақиқат деген сөз айтылса, шындық деген сөз айтылса, артынша сабыр деген сөз келіп отырады. Ватавасау бил хақ, ақиқатқа бір-бірлеріңді өсиеттеңдер. Ватавасау бис сабр, сабырлыққа бір-бірлеріңді өсиеттеңдер дейді. Өйткені ақиқатты алып жүру оңай емес. Ақиқат оңай, бірақ алып жүру қиын да. Ешқандай кінәс деген жоқсың. Сен бар айыбың Құдай деген үшін ғана. Болды. Және де Құранда аят келеді. Уассадиқина уассадиқат. Шыншыл еркектер мен шыншыл әйелдер дейді артынша. Уассабирина уассабират. Сабырлы еркектер мен сабырлы әйелдер дей бастайды. Шындықтан кейін сабыр керек болып қалады екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху дінді жеткізу керек болды. Дінді жеткізу барысында көптеген қиыншылықтар болды. Тіпті сондай қиыншылықтар болды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху үстіне намаз оқып жатқан кезінде дәл Қағбаның түбінде түйенің шекқанын төгіп кетті да жауыздар. Ол кісі қандай көркем мінез көрсетті. Осы жерден бір естеріңізге сақтаңыздаршы. Дін үшін сабыр қылу керек. Сіздердің әлі білмеймін, үстімізге түйенің шекқанын төккен жоқ шығар. Әлі бетімізге ешкім түкірген жоқ қой, тек қана ренжітте қойды. Бірақ біздің бетімізге біреу түкірсе, тура соның мойнын жүруге дайын тұрған адамдармыз да, біз Алла сақтасын. Ал пайғамбар не істеді? Не пайғамбар бізден әлсіз болып қалып па? Бізден пайғамбар қанша есе күшті, ешкімнен қорқып тұрған жоқ. Аллахқа тәуекел етсе тәуекел етеді деді. Үстіне түйен шекқанын төккен пайғамбар саллаллаху үстіне түйен шекқанын төккен адамға да, оған соны көріп күлген адамға да ешкімге барып біреуін тепкен жоқ, біреудің көзін шыққан жоқ, біреудің қолын сындырған жоқ. Пайғамбар үйіне барды, қасында қызы жылап отырды, үсті басын тазалап. Үйіне барып жуынып шайынды да, киімін ауыстырып та қайттан шығып, Я айюханнас, қулу ла илаха иллаллах, туфлиху, ей халқым менің, ей адамдар, ла илаха иллаллах, бір Аллахтан өзге сыйынуға ешбір лайықты тәңір жоқ, Құдайыңды ойласайшы, сені жаратқан. Болды, құтыласың, дүниеде ақыретте азаптан деген сөз қайттан айта бастады. Ал біз болсақ, жарғымыз кеп, қырғымыз кеп, өлтіргіміз кеп шығады. Бұл қайдағы кімі үйреткен әдет бізге оны? Пайғамбар үйретпеген сол нәрсені. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху түйен шекқанын төкті. Пайғамбарымды таспен қолады. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху сұрайды деді Айша анамыз. Сіздің өміріңіздегі ең қиын кез қай кез болды дегенде, Таиф деп айтатын еді. Мен Таиф адамдарға дін үйретуге бардым, ештеңе ақша сұраған жоқпын, ештеңе. Тек қана дін үшін бардым дейді. Ал ол жердің адамдары мені мазақ қылып, кішкентай балаларын жинап, қолдарына тас үйіп беріп, мені итті қуалағандай қуалады дейді. Мен амал жоқ қаштым дейді. Басым жарылды, үстім қан болды, аяғым қанға сырғанап отырып қаштым дейді. Есім жоға жейді. Елге масқара болып, үстім қан болып қашқан есімнен шықпай жатыр дейді. Сол кезде не болды? Ол үлкен бір ең Құдайдың сүйікті құлы, ең пайғамбарлардың соңы, ең абзал адамға сондай зұлымдық істеді адамдар. Сонда пайғамбарға Аллахтан екі періште келді. Тау періштелері. Аллах Тағала жіберді бізге. Ол Таиф деген екі таудың ортасында тұрған халық еді. Сен болды, қаласаң болды, әмір етсең болды. Біз тауды қосамыз. Бір халық жоқ жер бетінде болды. Тау тұр, халық жоқ. Пайғамбар таспен ұрған халық бала шағасымен, мал қорасымен жоқ деді да, болды, жоқ. Пайғамбар жоқ деді. Жоқ деді. Олай емес деді. Арджу ай юхриджаллаху мин аслабихим май я'будуллаху ла юшрику бихи шай'a. Мен олардың ұрпағынан мені таспен ұрған, мазақ қылған, күлген, үсті басында қан қылған ұрпақтардың, кісілердің ұрпақтарынан Құдайға сер қосыластан құлшылық ететін адамдардың шығатын үміт етем Аллахтан деді. Сен тілей аласың ба, саған жамандық істеген адамға жақсылық тілей аламыз ба? Егер тілей алсақ, онда мұсылманшылықты түсіне бастадық. Егер саған жамандық істеген адамға жақсылықты тілей алмасаң, онда біз әлі мұсылманшылықты түсінбедік. Құдай Тағала біреу жазалау керек болса, біз сіз-ақ жазалап алатын еді.
Міне сөйткен пайғамбарға мушриктер келіп жиналып, не істейміз деді. Болмай жатыр, мына кісінің атынан адамдар кеше 5 адам еді, бүгін 10 болды, 30 болды, тоқтату керек. Мұсылмандар көбейіп барады, тоқтату керек деп шешім қабылдай бастады арабтардың көсемдері. Қалай тоқтатамыз? Оны бұлай өлтірейік. Кім өлтіреді оны? Қалай өлтіреді деген кезде, Омар ол кезде ислам дінін қабылдамаған, сонда бір батыр іспеттес кісі еді, мен ақ өлтіремін соны деді. Үйіне барып та сол шешім қабылдап, қолына қылышын алып, күннің ыстығында пайғамбарды өлтіруге бет алды. Өте жаман тірлікке. Аллахтың сүйікті құлы. Ол біліп тұрған жоқ қай жаққа кетіп баратқанын. Көп адамдар білмей қалатын сияқты, қызды әңгімені. Сөйтіп пайғамбарды өлтіремін деп кетіп баратқан кезде орта жол біреу көрді. Арабтарда бейбіт уақытта қылыш арқалап жүрсе, ол жақсылықтың белгісі емес. Көрді да Омардың түрі бұзылған, белінде қылыш. Сұрады: "Ей, Омар, қайда барасың?" деді. Пайғамбардың шаруасын бітіруге барады, Мұхаммедтің шаруасын бітіруге баратырмын деді. О, қиын шаруаға баратыр екенсің деді. Сен не, соған жақтасып тұрсың ба деп оны бас салып қылқындырып жерге құлата бастады. Ол Омардың алқынды қолының астына түсіп: "Омар, жоқ, олай істеме" деді. Ол оны алқынды, "Мен сені бірінші өлтіремін" деді. "Омар, сен олай істей алмайсың" деді. "Сенің қарындасыңның өзі осы дініңде" деді. "Не деп тұрсың" деді. "Иә, сенің қарындасың Мұхаммед пайғамбар әкелген дінге кірген" деді. "Не деп тұрсың" деп жұлқып лақтырып та қарындасының шаруасын бітірейін деп қарындасын үйіне жүгірді. Ал қарындасы ол кезде өзі, күйеуі және Құран үйрететін ұстазымен бірге Құран аяттарын оқып отырған еді. Таха сүресі Аллахтан келген сүрені қайталап отырған еді олар. Олар сондай жақсы көретін, әрбір түскен аят олардың жүрегінде жаттала беретін. Сол үшін сахабалардың көбісі Құранды жаттап алған болады. Келді, Омар келіп есіп тұрды, дүрсілдетіп. Қарындасы айтты: "Мынау менің ағамның ұрысы" деді. "Мына жақсы ұрыс емес" деді. Құран үйретуші адам айтты: "Сіз сәл жасырынып тұрыңыз. Мүмкін ол сізге бір зиян беріп қояды" деді. Ол кісі сөйтті де бар есікті ашып еді. Омар кіріп кетті. "Сен не, ата-бабаң дінінен бас тартқансың ба? Мұхаммедтің дініне кіргенсің ба?" деп айта бастады. "Иә, кірдім" деді. Омардың қарындасы деді: "Оңай емес пе?" "Кірдім" деді. Солай ма" деп ол қарындасына қол жұмсап қойды. Қолына қарындасы ұшып түсті, бет-аузы қан бола бастады. Қарындасы орнынан қарап тұрып: "Өлтірсең де мен осы дін ақиқат дін, бұл діннен шықпаймын" деді ағасына. Қарындасы бет-аузы қан болған кезде ағасының жүрегі жұмсап қалыпты. Не істерін білмей отырып, ашу басылған кезде: "Оқыш сол Құран аяттарын тыңдап көрейінші" деді. Кім айтып жатыр? Мұхаммед пайғамбарды өлтіремін деген адам айтып жатыр. "Оқыш сол аяттарды, мен тыңдап көрейін" деді. 500 сол аяттарды мен оқып көрейін деді. Қарындас оған жазылған аяттарды берді. Таха сүресінің аяттары еді. Онда не деп айтылған еді? "Таха ма анзална алейкал Құр'ана литашқа". Аллах айтып жатыр: "Ей Мұхаммед, біз саған Құранды сені бейнетке салу үшін түсірген жоқпыз. Илля тазкиратан лиман яхша". Құдайдан қорыққандарды ескерту үшін түсірдік, бақытты қылу үшін түсірдік екінде де. "Танзилан мимман халақал арда вас самауатил ула". Бұл Құран сенің табан астындағы үлкен алып жер менен төбендегі ұлы аспанды жаратқан Аллахтан келген кітап, ойыншық емес. "Ар-Рахману алал арши става". Ұлы Аллахтың аршының үстінде. "Ол лаху ма фис самавати ва ма фил ард". Аспандағы бүкіл нәрсе, жердегі бүкіл нәрсе, ва ма байнахума, аспан мен жердің арасындағы нәрсе, ва ма тахта сара, жердің астындағы нәрсе Аллахтыңкі бәрі. Бәрі дүние Аллахтыңкі, сол Аллахтыңкі қарсы кімге шығып алсың сен қарсы? Аллах үшін. "Ва ин тажхар бил қаул", мейлі сен сөзіңді жария сөйле. "Фаиннаху я'ламу сирра вал ахфа", ол сенің сырыңды да, жасырыныңды біледі. "Аллаху ла илаха иллаху", Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. "Лахул асмаул хусна", Аллахтың көркем есімдері бар. "Вахал атака хадису Муса", саған Муса пайғамбардың оқиғасының хабары жетті ме? "Изра'a наран фақала ли ахлихим кусу", ол бір отты көрді түнде, отбасымен келетқан кезде адасып. Отты көрді айтты отбасына: "Ли ахлихим кусу", күте тұрыңдар.
Мен бір отты көрдім, сол отқа барайын, мүмкін бейқабасын минха, содан бір шоқ алып келермін, болмаса ояқтан бір адамдар көріп алады, бізге жол көрсетер деді. Фаламма атаха нудия Муса. Ол отқа келсе, ол жерден Аллахтың дауысы шықты, айтты: "Ей Муса!" деді. "Инни ана раббук, мен сенің Раббыңмын. Фахлағна алайк, аяқ киімді шеш, иннака бил вадил муқаддаси туа, сен қасиетті туа ойпасында тұрсың. Ва ана ахтартук, ей Муса, мен сені таңдадым. Фастами' лима юха, тыңда менің айтқан нәрселерімді. Иннани аналлаху ла илаха илля ана. Менен өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. Фәбудни, маған ғана құлшылық жаса. Ва ақимис салата ли зикри, мені еске алу үшін намаз оқы" деген аяттарды естіп оқыды. Не болды? Бұл аяттарды естіген Омар, қараңызшы, тағдыр қандай, а? Аллах Тағала бұл аят Мусаның оқиғасын кетіп жатыр. "Уанақтартук" деді. "Ей Муса, мен сені таңдадым. Менің айтқан сөздерімді тыңда" деді Құдай Тағала. Аллах Тағала Омарды таңдап, ал тыңда дегендей қылды да. Омарды тыңдады. Аяттарды. Денесінің бәрі босады. Тізесіне құлап кетті еріксіз. Алып, палуан, батыр адам еңкілдеп жылады. Көз жасын тоқтата алмады. Жылады көп. Есін жийтті, қарындасына айтты: "Я ұқта қарындасым, дүлләни иля Расулилла. Көрсетсейші маған пайғамбарға жолды, көрсет, мен де бар иман келтірейін" деді. Бұл Құран адамдарды өзгерткен Құран. Біз алыс жүрміз. Құран сөзі шайтанның тақпағы емес, адасқан ғалымдардың шаппағы емес, Құран оқып мәнісін түсінбеген, екі дүние бақытын тапқан емес. Аллах бекерге түсірмеді Құран кітабын. Аллах Құранда айтты: "Алиф лам ра, китабун анзалнаху илайка литухриджан наса минадз-зулумати илан-нур." Алиф лам ра. Бұл Құран кітап, ей Мұхаммед, біз саған түсірдік. Адамдарды бақытсыздықтың, күнәнің, ширктің, білімсіздіктің қараңғылығынан Аллахтың нұрына шығару үшін. Бізге керек емес пе Аллах Тағала? Бізге керек емес пе бақыт? Біз Құдайды риза қылмай қалай бақытты боламыз? Егер Аллах Тағала Құранда айтқан болса: "Иннаху хуа адхака ва абка", сені күлдіретін де, жылататын да сол Аллах Тағала. "Иннаху хуа амата ва ахя", сені тірілтетін де, өлтіретін де сол Аллах Тағала. Кеудеміздегі соғып тұрған жүректің, шығып жатқан демнің бәрі егесі Аллах Тағала. Жан Аллахтың қолында, қалаған күні ала салады. Көрмей жатып па жоқ әлде? Қаншадан өмірден өтіп кетті. Алысқа бармай-ақ туысқандарыңыз санаңыздаршы. Кеше кім бар еді, кім бүгін кім жоқ? Қандай оқиғалар болып жатыр? Сіздің телефоныңыз шылдырлайды, көтересіз: "Менің дүниеге нәрестем келді. О, құтты болсын, ой, бауы берік болсын" дейсің, телефонды өшіресің, қайттан шырылдайды, сен көтересің: "Әкем қайтыс болып кетті, келіңізші қонақ асына" деп айтады. Әп сәтте өмірден келгенді де кеткенді де көреміз. Бұл Аллах Тағаланың ұлы белгілерінен, Аллах Тағаладан қорқу үшін жеткілікті болған нәрселерден. Сол үшін шынымен Аллах Тағала бізге Құран жіберді, бізді бақытты қылсын деп. Біз соны түсінуге тиістіміз. Біз Құранға иман келтірдік, оны оқимыз деп. Құранға иман келтірдік, бұның ішінде біздің бақытымыз бар деп. Құранға иман келтірдік, осыны оқысақ Құдайға жақындаймыз деп. Құранға иман келтірдік, егер Құран арқылы біз тозақтан құтыламыз, жәннатқа кіреміз деп. Аллах Тағала Құранды бізге түсірді да, ең алғашқы аяттарында не деп айтты? Алғашқы 5 аятында Алақ сүресінің: "Иқра бисми раббикаллази халақ". Аллахтың бірінші бұйрығы: оқы, сені ұйыған қаннан жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ей адам, сен бір болмашы судан жаратылған едің. Сен кеше ешкім емес едің. Сен кеше зәр шығатын, нәжіс шығатын жерден Аллах шығарды. Сондай жерден шығарып Аллах сені құрметті қылды, сені көркем келбетке келтірді. Я айюхал инсан, ей адам баласы, ма ғаррака би раббикал карим, сенің жомарт Раббың туралы, Раббыңа құлшылық жасау үшін, Раббыңа зер қоспау үшін, Құдайдың сөзін тыңдау
Ұлы Құдайдан артық нәрсе бар ма жер бетінде? Жоқ сенің қатының артық Ұлы Құдайдан. Жоқ сенің бастығың артық Ұлы Құдайдан. Жоқ ада қораңда қойың артық Ұлы Құдайдан. Астындағы машинаң артық Ұлы Құдайдан. Я айуһал инсан, Аллах айтады. Ей адам баласы, Құдай бізге Құдай мұқтаж емес. Сөйтіп тұр бізге айтады Аллах Тағала. Ей адам балалары, не тосып тұр сен мен оған? Жомарт Құдайыңа жақындауға, мейірімді Құдайыңа жақындауға не тосып тұр сені дейді Аллах Тағала. Аллази халақака фасауа фаадала. Сол Аллах Тағала емес пе сені жаратқан дейді. Аллах қаламаса біз өмірге келмейміз ғой. Аллах Тағала әкеміздің бойындағы суды, ананың бойында қан қылмаса, қанды тән қылмаса, оған жан бермесе, осындай көлбетемсе біз қайдан келеміз өмірге? Құдайдың құдіретімен өмірге келіп алдық та Құдайға мінез көрсеткіміз келеді. Астағфиралла. Құдайдың құдіретімен өмірге келіп алдық та Құдайды пенсияға дейін күте тұрсын деп айтамыз. Астағфиралла. Соншалық дәрежеге ақылымыз түсіп кетті ма? Болды, өмірде ақиқат бар, Құдай бар, пайғамбар келді, Құран бар. Ойлан ондаймыз. Аллах айтады: Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим. Ей адам баласы, сені құрметті Құдайыңа құлшылықта не тосып тұр? Құдайға қадам басуда не тосып тұр? Не нәрсе сені алдап тосып тұр дейді? Аллази халақака фасауа фаадала. Сол Құдай сені жаратты ғой. Сол Құдай саған осындай көркем келбет берді. Сол Құдай сенің бойыңды түзеп берді. Фи айи суратин ма шаракаба. Саған көркем келбет берді, сурет берді. Түріңді тасбақадай, теріңді құрмақадай қылған жоқ. Көркем келбет берді ғой. Фи айи сурат ма шаракаба. Калла бәл туказзибуна биддин. Жоқ. Бұның бәрінің кесірі сендер ол мені ұмыттыңдар. Қиямет күні есеп бар, ұмыттыңдар. Сол үшін осыған түстіңдер, осындай надандыққа. Өлетінді ұмытқаның үшін, Құдайдың алдында есеп беретінді ұмытқаның үшін, ертең сен амалдаптарыңды оң қол соғатынды ұмытқаның үшін, алдында қыл көпір бар екенін ұмытқаның үшін, қабірдегі сұрақты ұмытқаның үшін, Құдайдың алдында есеп беретінді ұмытқаның үшін сен осындай күйге түстің, осындай бейшаралыққа дейді. Калла бәл туказзибуна. Ва инна алейкум лахафизин. Аллах айтады: біліңдер, қастарында күзетші бар. Сенің әрбір сөйлеген сөзіңді жазып жүрген күзетші бар. Bir әріптен тұратын сөз у деген сөз болса да, екі әріптен тұратын су деген сөз болса, Алла Тағаланың қасында саған бекқан періштесі бар. Тізіп жүр. Қазір сен телевидениеге шақырып, прямой эфир болады десе, соның қолына бетіңді қарап, айнаға қарап, костюмің дұрыс тұрма, түймесі дұрыс тұрма деп шығасың. Ал сен күніге Аллахтың періштелерінің камерасының астындасың. Адам жалғыз жүретін кезі жоқ. Біз ойлаймыз, адам болмаса жалғызбын деп. Әкем жоқ, қасында жалғызбын. Шешем жоқ, қасында жалғызбын. Досым жоқ, қасында жалғызбын. Мақұл, сен үйде жалғызсың. Ешкім жоқ кезде сен телевизорды қосатын шығарсың. Жаман нәрсені көретін шығарсың. Бірақ сол кез сенің бөлмеңе қызың 5 жасар қыз кіріп келсе, сен жаман нәрсені көріп тұра аласың ба? Көре алмайсың. Қызыңнан ұялдың, Құдайдан неге ұялмайсың? Қызың сені жазбайды, әкем жаман нәрсе көрді деп. Періште жазады, саған жаман нәрсе көрді деп. Бүкіл нәрсені жазады. Қастарында күзетші жүр, бүкіл істерін жазып жүрген. Кираман катибин, олар құрметті жазушылар, Аллахтың бұйрығын орындаушылар. Я'ламуна ма таф'алун. Істеп жатқан бүкіл ісіңді біледі. Қорада болса да, далада болса да, үйіңде болса да, мешітте болса да, мекемеде болса да, зинақорлық істесең де, намаз оқып жатсаң да, Құдай бәрін білгізіп қойған періштелерге. Жазып отыр бәрін. Ертең оқимыз ғой соны. Ертең оқимыз сол жазған кітаптарды. Аллах Құранды жіберді, бірінші 5 аятында айтты. Ең алғаш Құран аяттары, ең бірінші жер бетіне түскен аяттар. Иқра, оқы! Иқра, оқы! Иқра, оқы! Бисми раббикаллази халақ. Сені ұйған қаннан, жоқтан бара сен Раббың атымен оқы. Аллази халақал инсана мин алақ. Ұйған қаннан жаратқан Алла. Оған ілім үйретті, қаламменен оқы дейді. Аллах оқы деп бұйырды бұл дүниеде. Мүмкін біреу оқып жатыр, оқып жатқан жоқ. Құранның Аллах міндетіміз оқу, іліп қою емес, өмір музей емес, Құран экспонат емес қойып қоятын, қарап жүріп, қарап қойып, мамонтты көріп кетіп қалғандай болатындай. Баяғы заманнан қалған жануар деп. Бұл ақиқат.